Елімізде 2025 жылдан бастап дүйім ел жаппай декларация тапсырады. Мұндағы мақсат көлеңкелі экономиканы азайтып, сыбайлас жемқорлықпен күресу және бюджетке қосымша түсімді арттыру. Кіріс пен мүлікті жария ету 2021 жылдан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асып келетінін айта кетейін. Әуелі мемлекеттік қызметкерлер және олардың жұбайлары есеп берген, енді мектеп пен балабақша, жоғары оқу орындары, денсаулық сақтау ұйымдары, спорт және мәдениет саласында жұмыс істейтіндер жиған тергенін жария етеді. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше 23 тамызға дейінгі жағдай бойынша 523 мыңнан аса адам декларация тапсырған, оның дені құжатты электронды форматта, тек 81 адам қағаз жүзінде өткізіпті. Әр ұйымға, әр осы саладағы жұмыс орындарына барып, түсіндіру жұмыстар жүргізіліп отыр. Қалай толтырылу керек, нені көрсету керек екен, әр қайсымен жеке-жеке. Және де мемлекеттік кірістер комитетінің қолжетімді дайындаған мобильді қосымшасы бар, Есалық азамат. Сол жерден сұрақтарға ғана жауап беріп, бір 5 минутта тапсыруға болады, үйден шықпай-ақ.